Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Кітабымыздың 96-шы бетіндегі 39-шы тақырып сиқырлы кілем. Мақсаты: қайда, кімге, неге сұрағына жауап беріп үйрену. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірге қайталайық. Көне сарай, сиқырлы, кірпіш, кесене, ескерткіш. Бүгінгі сабағымыздағы өтетін жаңа сөздеріміз. Бүгінгі сабақта жаңа сөздеріміз арнайы суреттермен берілген. Енді осы сөздерді арнайы сөз тіркестерімен айтып көрейік. Сарай, көне сарай, ескерткіш, жаңа ескерткіш, кесене, үлкен кесене, кірпіш, қызыл кірпіш. Осы үлгі бойынша тағы да өзіміз ауызша мысалдар құрастырып көрейік. Енді кезекте кітабымыздың 96-шы бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Сөйлемдерді оқып, мағынасына көңіл аудару. Яғни сіздерде қазақ және де орыс тілдерінде екі нұсқасы берілген. Осы тапсырманы оқимыз. Енді кезекте балалар, кітабымыздың 97-ші бетіндегі есте сақтайық атты ереже берілген. Қайда, кімге, неге атты үш сұрақ, яғни қай кезде қай уақытта жауап беретіні белгіленген. Егер сөз соңында бірінші бағандағы әріптерге аяқталса, онда қа, ке, ға, ге, а, е, на, не жалғаулары жалғанады. Яғни бұл жерде айтып отырғанымыз, сөз егер жуан болса, оған жалғанатын қосымшамыз да жуан болады. Егер сөз жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшамыз да тиісті түрде, яғни жіңішке болады. Енді кезекте балалар, жазу дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін, тақырыбымызды және тапсырманың нөмірін жазамыз. Кітабымыздың 97-ші бетіндегі екінші тапсырмасы. Берілген сөздерге, яғни көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғауымыз қажет. Жаңа берілген кестедегідей, егер сөз соңында қай дыбысқа аяқталса, соған байланысты қосымшаларымыз берілген. Бірінші сөйлемге назар аударайық. Осы берілген балалар үлгі бойынша жазып шығуымыз қажет. Бүгін тауға барайық, атам мен әжеме барамын. Жуан болған жағдайда жуан қосымша, жіңішке болған жағдайда жіңішке қосымшаны жалғаймыз. 1-ден 10-шы сөйлемге дейін жазып шығамыз. Енді кезек сергіту сәті, қимылды бірге қайталаймыз. Енді кезекте кітабымыздың 98-ші бетіндегі үшінші тапсырманы оқып шығамыз. Бұл суретте балалар үшінші тапсырманың қазақ және де орыс тілдеріндегі нұсқасы берілген. Тағы да мұқият оқып шығамыз. Енді кезекте осы берілген мәтін бойынша ауызша сұрақтарға жауап береміз. Енді кезекте балалар, үй жұмысы 97-ші беттегі екінші нұсқасы. Берілген сөздерді тиісті бағанға қойып жазуымыз керек. Яғни бұл жерде бізге көмектесетін жоғарыдағы ережеміз. Ереже бойынша тиісті бағанға тиісті сөздерді теріп жазамыз. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.